Ораза кезінде қан тапсырған бола ма? Болады. Тарауих намазы 4 рекатқа бөліп оқуға болады ма? 4 рекаттан болады. Бірақ оқыған кезде кішкене ереже өзгеріп кетеді. Ғайыр муаккада сияқты оқылып қалады. Сол үшін 2-ге оқыған абзал. Тахаджуд намазы қалай оқылады? Тахаджуд намазы осындай тахаджуд намаз сұраған кезде ойлаймын да, бір керемет, бір андай бір ондай орын барған бір нәрсе. Мен ана суретіңізді ауыстырыңызшы аккаунттағы. Бүйтіп жақындатып, 2-2-ден 8 рекатқа дейін түнде оқисыз. Аккаунттағы суреттеріңізді кішкене былай дұрыстау сурет, или вообще сурет тапсаңыздар. Гүл, мүл қойып қойыңыздар. Гүл, природа, табиғат, қазақтың тауларын, тақияның суретін қойып қой, қазақ екеніңді көрсетіп. Керек емес. Зекет ай сайын беріле ма? Күйеуі мебель жасайды. Зекет жылына бір рет беріледі. Ережесі солай. Ал мебель жасауға қарамайды. Сол товардағы мебельдің обороттарын бәрі, фурнитураның бәрі, ақшасы, сол завод, фабрика сендердікі болса, сондай бересің. Өзің біреуге жалдамалы жұмыс істеп жүрсең бермейсің ештеңе. Кредитің болса, қарызың болса. Неге жыл сайын одно и то же сұрақтар болады, адамдар жаттабатын? Енді біріншіден бұл өткен жылғы адамдар емес, бұл жаңа адамдар, бұл біріншіден. Екіншіден дін өзі, ислам өзі повторение. Бүйтіп қарап тұрып, что-то мына Құранның аяты ұнамай тұр маған. Бір новый аят қосайық деп, новый шариғат, новый дін қосамаймыз. Біз бәрі сол. Пайғамбар саллаллаху бері қайталанып келе жатыр, үзілмей, қайталана береді. Миллион бір адам сұраса, сол сұрақты. Мен үшін ол миллион бірінші сұрақ. Сіз үшін 1000-шы сұрақ. Бірақ қойған адам үшін бірінші сұрақ қой. Сондықтан біз қайтармайық. Тупойсыңдар ма? Жаңада оқып біреу сөйтіп жазба, қой өйтіп жазба. Әртүрлі адам бар. Соның деңгейіне түсуге дайынмын мен. Сондықтан ұрыспаңыздар, сіздер. Мен өзім жауабын беріп отырмын. Демеңіздер. Әртүрлі адам бар. Тоба деп. Сөйт. Жолдасым 5 ай бұрын жүректен операция жасады. Ораза ұстаса бола ма дейді. Жағдайы қалай өз? Жүрек операция өз әрең бүйтіп тұра алмай, семен ұрсамай жүрсе, оны жағдай қиын. Саған ұрсып, саған тістеп, баяғыда бүйтіп едің деп сені бүйтіп тістеп жүрсе, онда ораза ұстау керек ол. Жақсысы болады. Баяғыда бір кісілер айтады, біздің бастық ораза ұстады сіздің арқаңызда дейді. Түртіп айта берген ғой сізді деп. Не болды десем, жақсысы болды дейді. Неге десем, боқтамайтын болды дейді. Үйде боқтайтындар мен ораза ұстатыңыздар. Боқтау болмайды, ораза ұстау. Бір ай жақсы болады. Сөйтіп қойып кетеді бұйырса. Ассаламу алейкум. Нужно ли вдвое платить закат? Двое детей, официально не работаю, но альхамдулилля не нуждаемся. Но постоянного дохода нет. Нет. Закат дается само по себе от постоянного дохода, даже от оборота, даже не от того, что от дохода. Вот то, что вы... Есть такое понятие нисаб. Нисаб – это граница от богатого к небогатому. Поэтому вот этот нисаб, вот этот постоянный заработок, он не дает вам такого, вот этой границы. Асли хаджат есть такое понятие. Асли хаджат – то, что вы используете. Одеваетесь, не знаю, детей обуваете, питаетесь, не знаю, продукты. Вот это все убираете. И все, что остается, на это закат возлагается. Не на то, что вы питаетесь. А то у человека есть очень дорогая машина, допустим. Но вы этим машиной пользуетесь, вы закат не даете. У вас есть дом. Очень дорогой дом, в самом элитном районе, все равно закат не даете. Почему? Потому что вы используете этот дом. Но если вы этот дом купили, чтобы деньги никуда-то не ушли, в качестве инвестиций, но в этом случае тогда будете давать закат. Я так вкратце объясняю. Рамазан хаял адамдар таравих намазын оқуы шарт па? Және ол қалай оқылады? Әйел адамдар да, еркек адамдар да, ораза ұстағандар да, ораза ұстамағандар да барлығы таравих намазын оқуы керек. Намазды білсе хам, білмесе хам. Білсе хам үйде оқиды, білмесе хам мешітке барады. Бірақ мешітке бара алмайтын әйел, хаял адамдар, олар үйде оқиды. Тілінің келгенше мүмкіншілігі қарап, кітапқа қарап, қағазға қарап, жаттап алып оқи берсеңіз болады. Бірақ 20 рекатқа жеткізіп оқысаңыз сауап болады.
Зекетті 2 адам берсе бола ма 2 компаньона? Дүние общий бола ма, қалай болады? Компаньон долясымен, мына өзінің долясына, мына өзінің долясына бере алады. Если жаңағы айтқан уровеньге жетсе, бай уровеньге жетсе. Там надо посмотреть еще. Нуран ага узнала об измене мужа. Я родила месяц назад всего. Зачем так поступает? Мне так больно. Ненавижу теперь. Что делать, не знаю. Душа болит. Поверните свой взор вашему ребенку. Чуть-чуть. Не стоит на этом зацикливаться. Если вы сейчас начнете зацикливаться, она приведет вас к спору, к разборке, различным травмам. В конце концов, семья может разрушиться. То, что он сделал, это не оправдается ничем. Да, он грех, но сам ответит. Но не стоит рушить семью. Не стоит, знаете, из-за какой-то мелочи оставлять ребенка без отца. Не стоит делать поспешных выводов. Поэтому чуть-чуть сдержите себя. Не стоит, знаете, кусать язык. Вы здесь не виноваты. Может, тоже какая-то это есть. Но если человек хочет сохранить семью, он покается, придет, все на свои места встанет. Да? И не стоит, сделал изменение, не сделал измену, как она была, с кем она была, в детали вдаваться, как это все происходило, в каком месте, вам это не нужно туда вдаваться. Оставьте это в воле Всевышнего. Человек по воле, знаете, он сам ошибается. Он ваш супруг. И это самое главное. Мой коллега сказал директору, что я его сравниваю с мошенником, что я такого ничего не говорил. Итог. Я без работы остался. Где справедливость? И почему тот, кто выкладывается и работает, остается без работы? Если бы людям делали выводы по тому, как они работают, как они, как вы говорите, вкладываются, то осел сидел бы на самом почетном месте. Осел больше всех работает. Понимаете? Извините, я вас не сравниваю, вообще, как говорю, как есть такое сравнение. Поэтому не стоит судить. Я чувствую, вы хотите своей работой, своим трудом доказать, что вы лучшие, там, не знаю, в коллективе, перед кем-то. Это тоже в какой-то мере выслуживание. Понимаете, выслуживание. Не стоит так делать. Вот то, что нужно, делайте и все. И не ждите ответа. Вот в чем ваша проблема? Вы ждете благодарности на работе. Не надо, чтобы вас благодарили. Вы свою работу сделали, зарплату получили, все. Вот благодарность, что вы еще больше вкладываете, еще. Вот вы ждете ответа. Не ждите ни от кого, и все легче станет, проще станет жить. А может, в благо то, что вас оттуда освободили. В другом месте устроитесь. Жизнь-то на одном месте не останавливается, Джан. Әйелім тамақ постоянно бірге істейік дейді. Дұрыс па? Мен міндетім емеспін дейді, тамақ істеуге дейді. Бірге істе, дұрыс айтады. Ол сені жақсы көріп жатыр. Сенен қызық қой. Сен сәбіз турайсың, пияз турайсың, көзің ашиды. Сен көзіңді бүйтесің, ол бүйтеді, көзіңе шу шашады, көзіңді сүртеді. Екеуін құшақтайсың оны, ол сені сүйеді. Сен ортаң тұрасың, сен қалжыңдайсың, приколыңды айтасың. Сен де өткен әңгімені айтасың. Школда жүрген қыздарды айтып жүрме сен де. Айтқан осы екен деп. Содан, в общем, не керек? Сондай жақсы сөздерді айтып, бір-біріңмен дос боласың. Сонымен ортаң күшейеді. Дұрыс, әйелге очень вкусно, спасибо, дорогая деп айтпен өзі. Қонаққа барғанда, қонақтың өзі айтасың, күшті болыпты, салатың, күшті, бората деген сыры жақсы екен деп айтасың ба өзі? Айтпайсың ба? Греческий салат деген күшті екен деп айтпайсың ба? Жоқ, айтасың. Ол сенен ақша алады еще. Үйдегі әйелің бесплатно істейді, бір ауыз рахмет айтса,
қасына тұрып жәрдем бер, қалай істейтінін көр. Пайғамбардан әулие емессің. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам кір жуса әйелі кірін жаяды екен, жәрдем береді екен. Ода тұрған не бар? Бізден западлы деп айтады, қой, сенің міндетіңмен араласпаймын, бар өзің істе. Жоқ, әйелден қасында тұрып әңгіме айтқысы келеді саған. Ана сәбізді ашыған кезде, картошканың сыртын ашыған кезде, жұқа ашу үшін әйел адам күйеуі тыңдау керек. Сол кезде әңгіме айтады олар. Сол кезде анау веяние дейді орысша, қазақша айтқанда шабыт келеді да, әйел ана картошка сәбізді ашиды ғой. Сол кезде қасында отыру керек, әңгіме айтады. Қасында отырады дейді, тыңдап. Сосын отыр тыңдап. Сосын әйел адам ашылады. Как гүл сияқты ашылады. Бүкіл аузындағы бәрін айтып қояды. Жүрген Русланмен жүрген айтып қояды школда. Сондықтан соны тыңда. Содан жаман болмайсың. Бірге дайында, тура, етті турап берейін ба, жағын ашып берейін ба деп. А то ерке біздің әйелдер қойдың жағын айырады. Ұят емес пе? Әйел адам қойдың жағын айырмайды. Ол ырымы жаман. Оны еркек істейді. Қойдың жағын айырады жесір әйел. Ешкімі жоқ оның. Сондықтан қойдың жағын айырып өсейді. Бізде әйел адам оны істемеу, еркек істеу керек. Еркек жәрдем беру керек, сүйекті шабу керек, сүйекті турау керек, ет турау керексің сен. Өзі еркек әйел бәрі готовый әкеп, бет қойып бергенге үйреніп қалғанбыз бәріміз. Кафедегідей жоқ, еркек адам өз турау керек, өз қолыменен әйеліне. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам не айтады? Ең сауаптың сауабы дейді, садақаның әйелдің аузына тамақ салған дейді. Өзі солай істеп пең өзі? Башар, тісің жоқ сенің аузың. Аузына сасық ит шығады дейсің. Сон бүйтесіне бермейсің. Сон бүйтіп тура аузына бүйтіп асат. Қақалдырып өлтіріп қойма. Аздан бүйтіп аузына лайықтап тұрып сал. Ол сауап болады сал. Содан достық күшейеді, ағайындық күшейеді, махаббат күшейеді, подарка күшейеді, бір-біріңе сөйт. Жәрдем бер оған. Міндетім емес емес, сен міндетің сол. Семьяны сақтау міндетің. Отбасын ұстап қалу міндетің. Әйелдің қажетін өтеп беру міндетің. Әйелдің сұраған жасап беру міндетің. Сол үшін еркексің сен. Сол үшін сені Құдай сондай қылып жаратқан. Әкесін тастап, жылы ұясын тастап, саған келген ол. Менің әкемнің жасаған да сөйтіп алақанына салатын болады бұйырса. Сөйтіп, жанұя өмір сөйтіп құралады алтын. Құдайдың да риза болатыны сол. Боқтау емес, ұрсу емес, соны көтеру, соны түсіне білу. Сол үшін ана қойдың жағын айырғаннан кейін еркектің жағын айырып жіберіп жатыр. Туысқанымен қоса бәрін, бірақ біреуін бір жағына, біреуін бір жағына. Қазір жағын айырғыш болып кетті бәрі. Пәтуалар, мен пәтуа бермеймін. Пәтуаны өзі беретін де бар. Енді өзінің деңгейі солда енді. Бола алмағандар сөйлей береді. Мен пәтуа беріңдер, мен тыңдаңдар, мен пәтуа беретін деп отқан жоқпын ғой. Менің айтқаным, енді уағыз деп айтамаймыз, өйткені уағызды неде айтады? Мешітте айтады. Мен туралы сөйлегендердің дерлігі өзі жұмыста жоқ. Кешіріңіз, қаңғып жүрген біреу. Жарты өмірі бір жақта, жарты өмірі бір жақта. Сондықтан 14-32 жылдан бері бір орында, елімде, халқыма қызмет жасап жатқан адамбыз. Сондықтан солай. Алла куә деп айтып қойса дейді. Өтірік айтып қойса дейді. Охо. Енді бұл антқа өтіп кету ықтимал. Антты кафарат төледі. Кітап қарап көріп, жағылмасам 3 күн ба, 10 күн ораза ұсталады. Антты бұзудың. Емин үкімін қарау керек. Емин анттың үкімінде сондай мәселе бар. Өткенде ғана бір қарап көрем деп ем, соның уақытым болмады. Бірақ жақсы емес, жаңағыдай сөз айту. Маған кісілер